Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге лағман созу әдісімді көрсететін боламын. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Ал енді біз лағманымыздың тестасын жасауға кірісеміз. Ол үшін ұнымызға бір жұмыртқаны салып, салқын суымызға тұз салып жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға керегінше суды құйып, сәл жұмсақтау болып теста жасаймыз. Сол арада біз етімізді қуырып қоямыз, пияз екеуін. Қамырымызды видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін қолымызбен осылай жайып шығамыз. Үлкен ыдысымызды алып, майлап, видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Үстінен тағы да май жағамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылып жатқан кезде капуста салып жібердім. Оның үстіне қатырылған перецтерді салдым. Енді видеода көрсетілгендей қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыз жыртылып кетеді деп уайымдамаңыздар. Құрамында май болғаннан кейін жыртылмайды, жақсы жайыла береді. Екінші рет тағы да созып жатырмын. Жұмыс істеп жатқан жеріңізді қайта-қайта сүртіп тұруларыңызға болады. Себебі майлы дастарханда жайылмайтын болады. Сол үшін сүртіп отыру қажет. Енді үшінші рет тағы да орап, майлап қойдым. Сонда біздің қамырымыз жұқа болып жайылады. Он 15 минут демалдырсаңыздар жетеді. Мен осылай 3 қайтара жасадым. Сонда менің қамырым өте жұқа болып шықты. Енді екі қолымызға қамырымызды видеода көрсетілгендей жасап, үстелдің үстіне ұрғылаймыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Енді қайнап тұрған суға бір салып аламыз. Бір қайнаған кезде бірден мұздай суға саламыз. Ол видеоға түспей қалыпты. Мұздай суға салып пісіріп аламыз. Міне бәрін мұздай суға салып пісіріп алдым. Бетіне кішкене сұйық май жағып жібереміз. Міне біздің қамырымыз осылай болып шықты. Достар, менің каналымда тек қана лағманның ғана рецептісі емес, басқа да көптеген рецепттер бар. Тәттілердің, неше түрлі тағамның түрлері бар. Плейлисттерге орналастырып қойғам, сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Міне біздің лағманымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.